Бүгін 5 ақпан қазақ тілі және әдебиет әдістемелік бірлестігінің ұйымдастыруымен қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең таза әрі бай тіл атты айлығының басталып жатыр. Осыған байланысты мектеп ұстаздары мен оқушыларына тағы тілек тыңдап көрейік. Қазақ тілі бірлестігі мұғалімдеріне осы ай бойы сәттілік тілеймін, шығармашылық табыс тілейміз. Қазақ әдебиет бірлестіктері мына айлықтарымыз бүгін бірінші күннен бастап әдемі өтіп жатыр, аяғына дейін әдемі өтсін. Қызықты оқушыларға да мұғалімдерге де осы мектебімізге қызықты болып алға жылжитындай бірлестіктеріміз алға жүре берсін. Қандай күшті мұғалім ұстаздар сіз сияқты, қоштар жазира сияқты жас қыздардан сәтті өтеді деп ойлаймыз. Дегенменде сәттілік күшті болса сәтті болады бәрі. Өзім жақсы көріп, қазақ болғанымен, ұлт болғанымен қазақ тілі айлығының, қазақ тілінің мәртебесі биік болсын, айлықтарыңызды абыроймен жақсы өткізіңіздер. Шәкірттеріміз тілге деген құрмет артай берсін, шәкірттеріміз. Айлықтарыңыз ойдағыдай өтсін, сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет айтамыз ғой, мына айлық басталып жатыр. Бәрі жақсы болсын, жақсы өтсін. Адамдар жаңағы сендер конкурсларға қатыссын, әдемі қылып. В общем, бәрі жақсы болсын. Не деп айтайын, бәрі жақсы сіздерде болсын, сондай болсын. Иә, рахмет. Қазақ тілі айлығының басталуы құтты болсын бәріңізге. Осы қазақ әдебиетіндегі кейіпкерлер секілді біздің тәрбиелеп жатқан ұл-қыздарымыз ақылды, көркем, аналарымыз секілді ауылдарымыз, жаңағы батырларымыз секілді батыр, ержүректі, оқыған кісілеріміз секілді дана, солай өсе берсін. Осы қазақ әдебиетінде кейіпкерлердің бойындағы бар қасиет осы оқушыларымызға нәлі берсін. Айлықтарыңыз құтты болсын, жұмыстарыңыздың жемісін көре беріңіздер, еңбекке табысты болыңыздар.